Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін осындай бауыр қосылып жасалатын өте дәмді салаттың рецептісімен бөлісемін. Ең алдымен сәбізімізді үккіштен өткізіп аламыз. Келесі суда пісіріп алған бауырды ұсақтап, ұзыншалап тураймыз. Табамызға май құйып, қыздырып, үстіне туралған бір пиязымызды салып, жақсылап қуырып аламыз. Және де тұздалған қиярымызды осылай ұзыншалап турап қосамыз. Үш ас қасық сұйық майға 1 ас қасық толтырмай 6 немесе 9% уксусты құйып, және де 2 тіс сарымсақты үккіштен өткізіп, қосып араластырамыз. Барлығын жақсылап араластырып, салатымыздың үстіне құямыз. Бұл салатқа тұздалған қияр қосылғандықтан, ең алдымен араластырып, дәміне қарай тұз және де бұрыш қоссаңыздар болады. Салатымыз дайын болды. Бетін жауып, тоңазытқышқа 1-1,5 сағатқа салып қойсаңыздар, дәмі өте керемет болады. Ас болсын. Міндетті түрде жасап көріңіздер.